Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Кеше осындай керемет бір торт жасадым. Келе жатқан Рамазан айының құрметіне сіздер де жасап көріңіздер, өте әдемі болып шықты. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Түбі жабыспайтын қазанымызды алып, ішін кептіріп аламыз. Өлшенген балымызды саламыз, шекер саламыз және сары майымызды салып, газға қойып, май ергенше араластырып тұрамыз. Міне дәл осылай ериді. Енді бөлек жерге алып, бір 10-15 минуттай суытып болғаннан кейін жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін шай қасықтың ұшымен сода қосып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Сода қосып болғаннан кейін біздің смесіміздің түсі өзгереді. Ол өте қалыпты жағдай. Енді жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды қойып, ең алдымен қасықпен немесе силикон лопаткамен араластырып, кейін барып қолмен илеп қамыр илейміз. Егер де сіздерге ұн керек болса, аз мөлшерде ұн қосып илесеңіздер болады. Пакетке салып, холодильникке 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Ал енді өзімізге керекті трафаретті жасап аламыз. Менде осындай қағазға айдың және жұлдыздың суретін салып қиып алдым. Ал енді қамырымызды жаюға кірісейік. Ең алдымен оқтаумен жайып көрсеңіздер, сізде осылай қамырымыз сынық-сынық болады. Яғни беті гладкий болмайды. Ол үшін бетіне пакет немесе пищевой пленка қойып, кейін барып жайсаңыздар, сіздерде гладкий, әдемі қамыр шығады. Видеода барлығы көрсетіліп тұр. Енді өзіміздің қағазымызды жаңағы трафаретімізді қойып, қамырды бөліп кесіп аламыз. Және дәл осы рецептпен сандық бупипайларды жасасаңыздар, формасын өте жақсы ұстайды. Ал енді артық қамырларымызды алып тастаймыз. Бетіндегі қағазды да алып тастап, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 2-3 минуттай пісіреміз. Қарап, байқап тұрыңыздар, өте қасқағым сәтте пісіп шығады, себебі біздің корждарымыз өте жұмсақ, әрі жұқа болып шығады. Егер де сіздерде артық қамыр қалса, осындай песочный печенье жасасаңыздар болады. Енді кремге кірісейік. 20% қаймақ және 33% сливки өте салқын болуы тиіс. Сахарный пудра салып, жақсылап 2-3 минуттай миксерлеп аламыз. Кейін загуститель деген бар. Оны барлық дүкеннен таба аласыздар. Оны да бір шай қасық қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін біздің креміміз қоюлана түседі. Миксеріміздің ізі пайда бола бастағанда біздің креміміз дайын болады. Ал енді тортымызды жинастырайық. Пищевой пленкамызды ортасына кремімізді салып, жақсылап бір жағын конфет сияқты орап, бір жағын ашық қалдырамыз. Тағы да пищевой пленканы кішкене қырқып алып, оған кремімізді орналастырып, насадкамызды орналастырып, сыртынан тағы қаптап шығамыз. Міне біздің үй жағдайында қарапайым кондитерский мешогымыз дайын болды. Тағы айта кететін жайт, мына жерде видеода түспей қалған екен. Сіздер коржды сүтпен пропитка жасаңыздар. Өте қатты шылқылдатып емес, орташа кішкене сүтті кисечкамен жағып шығамыз. Яғни коржымызға пропитка жасау өте маңызды, себебі біздің корждарымыз қатып тұрады. Пропитка жасасаңыздар өте жұмсақ болып, сіңімді болып тұрады. Сол үшін оны ұмытпаңыздар. Ал енді тортымызды әсемдеп шығайық. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әдемелеп, ұзарлап, гүлдендіріп жасасаңыздар болады. Ол жағы өзіңіздің фантазияңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Және қалған печеньелердің бетінде мен әдемелеп, крем жағып шықты, өте әдемі және сүйкімді болып шықты. Тортымыздың бетіне қалағанша фрукты, шоколад, сухофрукты қойсаңыздар болады. Менде үйдегі бар заттардан жасадым, бірақ өте әдемі болып шықты. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менде басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар.